Сәлем Стамбулдан. Бүгін салмақ тастау видео күнделігімнің 77-ші күні. Бүгінгі салмақ 103-те жетті. 103-ке түстім. Енді бір 100-ге бір 3 килограммдай қалды да. Бүгін таңертең тұрдым, тек вакуум жасадым, сосын фланк жасадым. Жаттығу жасаған жоқпын. Сол қазір немді таң асымды жедім. Мына жерге фотосын салып кетсем, видеоға түсіруге ұмытып кеттім. Бірақ фотосын түсірдім. Соны тіркеп кетем. Бұрынғыша ешқандай өзгеріссіз, сондай таңғы ас. Сосын бүгін целый день не жеймін, оны көрсетіп кетем. Таң асымды кешкі жай жейсің, бірақ күндіз ештеңе жемейтін сияқтымын. Кофе бірдеңе ішетін болармын, скорее всего. Содан кейін басқа ештеңе жемейтін болармын. Кешке бір жейтін боламын, гречка бірдеңе жегім келіп тұр. Сол. Күндеріңіз жақсы өтсін. Сіздерге мотивация болып жатырмын деген үміттемін. Кейбір қыздар маған жазады, директке жазады, комментария жазады, маған мотивация алып жүр екен, салмақтарын тастап бастап диет ұстап бастап жатыр екен. Бәріңізге сәттілік, рахмет қарап жатқандарыңызға. Менің каналым сіздерге қызық деп ойлаймын. Сол басқа сіздерге не түсірейін, бір рет жазған маған жақындарыңды түсіршеш деп, үйлерін деп, үйіне барғандағыларын. Сол мен именно жұттардың үйін түсіруге мен ұяламын. Рұқсат сұрағымда келмейді, бірақ тойды дейтін енді общественный местада болады ғой. Ол үшін оларды түсірдім. Енді тұрып тойы жөнінде бір менің нем бар ғой, тоже влогым. Қарамасыңыздар, қарап кетіңіздер. Сол былай енді жалпы далаға шыққандарымды түсіріп жүрмін ғой сіздерге. Сол қарағандарыңызға рахмет. Күндеріңіз жақсы өтсін, мемірге болыңыздар. Қыздар, мен кофе ішіп жатырмын. Секерсіз, ештеңесіз, тек сүт и кофе. Менде кофе машинка бар. Нескафе сондай емес, кәдімгі кофе машина бар. Кәдімгідей таза кофе бар, соны жасап ішіп жатырмын. Мен өзім осылай позволяю. Мысалы, бірақ кофе ішкен күні шай ішпеймін. Кофе ішпесем, ол күндері шай ішемін. Вот сол. Кеш жарық қыздар, бүгін менде жұмыртқа, перец, гречка. Гречка суға піскен. Суға піскенде қалай? Май құйдым, сосын жуа ордында, сосын таза суға піскен емес, короче говоря. Сол осымен болды, таңертең қана жұмыртқа жедім. Күндіз ештеңе ішкен жоқ. Жұмыртқадан кейін кофе іштім, содан кейін ештеңе де жеген жоқпын. Қолым босамай бір жүгіріп кеттім да, сол себепті енді кешкі асын сағат 7-те жеп жатырмын. Қарағандарыңызға рахмет. Ертеңге дейін көріскенше менімен бірге ақтаңыздар.